Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын блинчиктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға жарты шай қасық содамызды салып аламыз. Көпіргенше жақсылап араластырамыз. Сосын жарты шай қасық тұз, 5 шай қасық шекеріміз салып араластырамыз. Алғашында 2 ас қасықтай ұн салып араластырып аламыз. Сосын сүтімізді құйып араластырамыз. Кішкене қоюлау болғанша ұнымызды салып тағы да араластырамыз. Сосын ыстық суымызды құйып, егерде қамырымыз сұйық болып жатса, тағы да кішкене ұн салып араластырамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, мақтамен сүртіп шығамыз. Оны жақсылап қыздыртып, орташа отта пісіріп аламыз. Шет-шеті қызара бастайды, сол кезде екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Дайын болды, өте дәмді шықты. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.